Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге мен сол баяғы Айдос. Сіздер дәл қазір менің арнамда тарихсызге куә болып тұрсыздар. Дәлірек айтқанда мен шет елдемін, және шет елдің вокзалын түсіріп тұрмын. Қай қала екенін мынаны біліп қойдыңыздар. Беларусь Республикасы астанасы Минск қаласындамыз. Мінекей Минск қаласының орталық вокзалы. Минск пас деп тұр. Минск жолаушылар вокзалы. Минскте жалпы мен білетін екі вокзал бар. Біреуі Минск Южный, оңтүстік, біреуі осы орталық вокзал. Минскті бірі білсе, бірі білмес. Минск батыр қала деген өзінің атағы бар. Ұлы отан соғысы кезінде ерлікпен қарсыласқан, ерлікпен шайқасқан қалалардың бірі. Өкінішке орай қала соғыстан кейін қатты қирағанмен, соғыстан соң 10 жылдың ішінде қайта қалпына келіп, қазіргі таңда Еуропаның ең көрікті қалаларының бірі болып саналады. Біз қазір соның вокзалы жайлы толық бір шығарылым жасайтын боламыз. Вокзалдың ой шықырын болмаса да, әйтеуір негізгі жерлерін барын көрсетіп шығамын. Мен қазір бірінші жол, жоқ, екі және үшінші жолдар арасындағы мынандай платформада тұрмын. Қазір мынау электричка жүреді екен, сол түсіретін боламын. Құрметті көрермендер, дәл қазір Минскте сағат таңғы 09:16, ал Қазақстан уақыты бойынша қазір сағат 11:16. Яғни бұл жақтың уақыты Қазақстан уақытынан 2 сағатқа артта. 2 сағат халық десек болады. Бүгінгі күнді айтуым кеттім. Бүгінгі күн 12 желтоқсан 2024 жыл. Сіздер енді жаңа жылға таман көретін шығарсыздар бұл шығарылымды. Енді жаңа жылға дейін шығарып тастаймын. Мүмкін жаңа жылдық бір бөлек шығарылымдар болатын шығар. Оны уақыт келгенде айтамын. Дәл қазір Минск вокзалы жайлы асықпай қараңыздар. Чай-пай дайындап қойып, бір адушинан түсіретін боламын. Негізі Минскқа келген мақсатымды адамдар көбісі біледі деп ойлаймын. Білмейтіндерге айтайын. Минскқа біздің келу мақсатымыз КВН. Менің қайда оқитынды жалпы көп көрермендер білмеген. Мен Сәтбаев университетінде оқимын, Алматы қаласы, Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті Сәтбаев атындағы. Ол университетте мүмкіндіктер өте көп. Мен бірінші курстан бастап КВН деген жолды бастадым. Сол КВНнің арқасында мінекей Минскта жүрмін. Біздің университетіміздің өте дарынды, өте керемет КВНщиктері халықаралық лиганың ақтық мәресіне шейін жеткен болатын. Сол ақтық мәреге жалпы ойнауға, бізге ойынға көмектесуге мені де құраммен алып келген болатын. Осылайша мен ойламаған жерден, күтпеген жерден Минск қаласына тап болдым. Минск қаласында біздің қазір болып жатқанымызға бүгінгі күнде есептегенде бір аптадан асты. Негізі мен вокзалды келген күннен бастап сүргім келген, бірақ уақыт келіспеді дегендей белгілі бір себептер болды. Қазір вокзалдың ішіне былай кіріп кетейін, одан кейін басқа платформаларды бәрін түсіріп шығатын боламын. Асықпай түсіретін боламын. Бұл асықпай сондай бір блок болады. Так, мұндағы электричка. Ренжімеңіздер, мен мына көп электричкалардың нелерінің аттарын білмеймін. EPG004 дейді. Мынау R9T 720 белорусский. Бұл жердің вокзалының структурасы маған Астана қаласының Нұрлы жол вокзалын сәл бір елестеткендей болдым. Бірақ енді Нұрлы жолдан сәл кемшілігі, бұл жерде андай бір үстін жауып тұрған андай шатыр дейміз, шатыр жоқ. Платформалардың үстінде бүйтіп бір шатыр тұрады. Тілім. Қазір мен үшінші жол, екінші жол ортасында міне платформада тұрмын. Қазір мұнда жақынан көрсетейін, не көрініп тұрмын. Үшінші жолда тұрған Минск қандай деді? Минсктен бір қала маңындағы бір жерді айтты. Бұл жерде таңғаладым, қала маңы тасымалы қатты дамыған екен. Мынандай электричкалар өте көп. Мен Алматыда мысалы қанша уақыт
пойыз жүрмін. Алматы Қазыбек, Алматы Қапшағай, Алматы Достық, басқа электричкалар жоқ Алматыда. Менің түсінгенім бұл жердегі структура мынандай. Вокзалдан кіресіз ана беттен, Бабурская көшесіне кіресіз. Кірген мезетте жоғары көтерілесіз. Көтерілген мезетте анау тұрған күту залы, мынау тұрған, мынау кең дәу не? Күту залы. И күту залы арқылы сіздер платформаларға өтесіздер. Бірақ қай платформаға? Екінші жолмен үшінші жолды байланыстыратын платформаға 4 пен 5, 6 мен 7 осыған өтіласыздар, мына күту залы арқылы. Ал қалған платформаларға сіз жер асты несімен өтесіздер. Сондай екен. Түсінгенім бойынша мыналар негізгі платформалар екендер, ал қалғандары ол қосымша андай майда пойыздар келетін сондай екен. Бағана сіздерге көрсеттім, мен келген кезде мұнда Москва Брест деген пойыз тұрды. Яғни мұнда негізгі магистральды пойыздар осында тоқтайды деген сөз, ал электричкалар арғы жаққа тоқтайды деген сөз. Мен осылай түсіндім. Олай болса ішке кірейік, үшін асықпай көрсетейік. Так. Мында экскалатор. Мен нұрлы жолға айттым, ұқсап тұр кәдімгі. Нұрлы жол сияқты андай ақша үйіне өрт тұрмаған. Бірақ андай қалай шатыр, навес жоқ үстінде. Мінекей. Әттең стрим түсіретін, иә? Стрим түсіргенде. Бірақ мегабайтым жоқ. Айтпақшы, бүгін соңғы күнім Белоруссиядағы. Кешке жолға шығам. Москвадан Алматыға. Сосын ары қарай Алматыдан Түркістанға. Алматыда енді болам 2-3 күн, сабағым бар әлі. Поезд региональных линий бизнес-класса номер 867 Орша, Минск, прибывая на другой путь до другой платформы. Номер вагона починается с класса поезда. Поезд региональных линий бизнес-класса номер 867 Орша. Енді бейт, нетпей сразу өткізелік. Мінекей, біз күту залына келдік. Мұнда мен мына жерден шықтым қазір. Мінекей 2 мен 3-ші жолдарға, міне 3-ші жолдарға шығатын платформа. Ар жағында бағана айтқан нәрсе ғой, мінекей. Мынау жер күту залы екен, мінекей. Күту залы. Мен негізі мынаннан бір нұрлы жолда, жоқ, нұрлы жол деппін ғой. Астананың ескі вокзалында Алматыдан бір жол бар ғой, көпір бар ғой. Неге өтетін? Платформаларға өтетін. Мен сондай деп ойлағам. Бұл сондай екен, и күту залы екен. Белорустарда не ғой, енді біледі ғой. Мінекей күту залы. Қазір мұнда кесе шығады, кесені көрсетем. Так, мұнда 7 мен 8-ші жолдарды байланыстыратын платформа. Мынау 5 пен 6, 7 мен 8. Бір байқағаным, қазір мынау шықсын, мынау шықпай жатыр. Мұнда мінекей әр платформаға мысалы келетін пойыздар соның үшін жазылып тұрады. Не үшін? Бұл жолаушылардың шатаспауы үшін, түсінгенім бойынша. Мынау қазір келетқан Минск Рудзенск электричкасы. Одан кейін Могилев Минск, Гомель Минск дейді. Так, бұл жерде тілдері сәл орысшаға ұқсайды, сәл болғанда кәдімгі ұқсайды. Бірақ бұлар жазылуы сәл басқашалау, бұлардың жазулары. Мысалы қараңыздаршы, Минск дегенде бұлар басқаша жазып тұр. Жоқ, солай. Бірақ мен жаңа сырттан көргенде Минск дегенде бұлар Минск жазды, бірақ идің орнына андай қолданды бұлар. Мінекей, төбеде міне Адликвак, прибытие, отправление, путь, плат, спазнение. Түсінікті, бірақ андай, бірақ оқылуы, айтылуы басқаша бұларда. Түсінгенім бойынша. Мынау күту залы болса, қазір негізгі кіреберісті көрсетейін, қалаға шығатын. Сіздер мүмкін түсіп көрсетемін қазір. Мінекей, сіздер мысалы Минскқа келдіңіздер. Минскқа келген бетте андай екі ғимарат күтіп алады. Бұлардың аты Минск қақпасы, яғни Минские ворота деп аталады. Бұлар соғыстан кейін салынған. Бұның салынуының өзінің тарихы бар, өте қызықты. Түскен кезде сіздер бұлай төмен түсесіздер. Түскен кезде сіздерді транспорттың барлық түрлері және қаланы кез келген шетіне шыға аласыздар. Бұл жерде метро
трамвай, троллейбус, барлық түрі бар. Такси дейсіз бе, көлік дейсіз бе. Былай шығасыздар, шыққан кезде бірден қаладан тап боласыздар. Мінекей метро бар, 200 метр жерде. Және мінекей. Хоппа. Қазір бұлардың вокзалда қалай жазатынын көрсетейін. Міне, бұл Минск. Мінекей. Центральный вокзалды бұлар чигуначный вокзал деп жазады. Қызық, мінекей. Вокзалдар өте керемет. Енді қайтадан ішке кірейік, қайтадан платформаға оралайық. Мінекей. Мұнда шырша іліп қойған. Мінекей. Енді қайтадан ішке кірейік. Мұнда жақын сайлау болады, айтпақшыдай. Мінекей, кірген кезде осылай кесте. Мұнда Қазақстан вокзалдарына ұқсайды, бірақ бұл жердің бір өзінше бір структурасы бар. Қызықты. Қазір мен мынаның ішінен 5-ші путқа, яғни 5-ші жолға барғым келіп тұр. Бұл қателеспесем 2-ші платформа болу керек. 2-ші платформамен Калининград, Москва деген пойыз көреміз. Бұл пойыз жайлы өзімде білгім келіп жүрген. Мұнда егер қызып баратса, стопқа қойып тоқтатып көрсеңіздер болады. Біз қазір не істейміз? Бағанағы жолмен қайта көтерілеміз. Неге нұрлы жолға ұқсайды дедім? Нұрлы жолда осындай. Түсіндірем. Нұрлы жолда вокзалдың ішіне кірген мезетте сіздер 3-ші қабатқа көтерілесіздер. 3-ші қабатта күту залы бәрі орналасқан. И сол 3-ші қабат арқылы платформаларға түсесіздер. Астанада да қателеспесем 3 платформа, 6 жолақ бар. 6 жол. Пойыздар соған келеді. Бұл жерде енді 4 негізгі платформа. Ар жағында тағы да платформалар бар екен. Мінекей. Путь 2-8. 2-ші жолдан 8-ші жолға дейінгі пойыздар. 1-ші жол неге қақып кетті? 1-ші жолға вокзалдың 1-ші қабаты арқылы шығып аласыздар. Қазір енді бұяқта таң енді атып жатыр. Адамдар да сәл андай ұйқысыған бағай сөйтіп чанып. Біз қазір қайда барамыз? Москва, Брест, Москва, Полоцк. Так. Калининград, Москва. Калининград, Москва. Мына жақта болу керек, қателеспесем. Кеттік, былай жүреміз. Сіздерді енді түсініп жатыр деген ойдамын. Вокзалдар осындай құрылымдары. Мінекей, Минсктің жазылуы осылай. Вокзал. Бұлар омен жазбайды, амен жазады вокзал. Бізде омен жазады, қателеспесем. Или грамматикам шайды ма. Тезірек төменге түсейік. Мінекей кеп қойыпты өзі де. Калининград, Москва. Мәскеу дейікші, Мәскеу. Вот, наконец-то вышли. Локомотив. Түсінгенім бойынша бұл Калининградтан келе жатыр. Калининградтан Москваға барады. Жолаушылар меніп түсіп жатыр. Мінекей РЖД дейді, яғни Ресей темір жолдары. Российский железный дороги. Мінекей вагондары ұқсайды Қазақстандікіне, я? Мінекей Маңғыстау Алматы вагондарына ұқсайды деген, я? Негізі бір завод қой соның барлығы. Мынау ескі вагон екен, мінекей. Калининградты кім біреу білсе біреу білмейді. Калининград Ресейдің Еуропадағы анклавы. Негізі Кеңес одағы кезінде барлығы негізі бір ел болған. Кейіннен елдер тәуелсіздік алып, Калининград бөлек облыс, ал Ресей бөлек облыс. Ресейдің құрамында бірақ географиялық тұрғын екі бөлек. Сол себепті Калининградқа баратын пойыздар Беларусь арқылы
Литваға шығып, Литвадан Калининградқа барады. Мінекей. Вагондардың көріп тұрсыздар, өте әдемі, өте тап-таза. Мінекей. Пассажирский. Көріп тұрғандарыңыздай. Өте тамаша. Және де бұл жер Ресейдің ең жақын, яғни Беларусь жері, Беларусь елі Ресейдің ең жақын досы жалпы. Орыстардың ең жақын досы. Былайша айтқанда қазақ пен қарақалпақ сияқты, қазақ пен қырғыз сияқты өте андай қатты байланысқан, ұштасқан. Сол себепті Ресейдің пойыздары бұл жерде еркін жүреді, Ресейдің азаматтары да бұл жақта еркін жүреді. Жалпы Ресейден келсеңіз, сіз бұл жаққа еркін кіре аласыз. Сонысы жақсы. Мұнда кеп қалдық. Мінекей құрамның басын көрсетейін. Және электровозды көрсетейін. Кім ойлаған, мен бір жыл бұрын біреу бұлай айтса, мен сенбейтін едім. Минсктан пойыз сүресің деп айтса, мен сенбейтін едім. Қазір түсіріп тұрмын. Қазір локомотивті көрсетейін. Бұл локомотив БЧ дейді, Беларусь темір жолдары. Көріне ма? Андай камера жайып қалды. Так, мұнда Калининград, Москва. Мұнда қазір сағат 10-нан 10 кеткенде Красная Змея Минск деген электричка келеді екен. Мынаның несі көріне ма? ЧС 4 5599. Минск вокзалы. Үшінші платформада. Ойбай, үшінші жолда. Үш емес, 5 екен ғой, 5-ші жолда. Москва. Калининград, Москва пойызы. Өте әдемі көрініс. Аллаға шүкір осындай бақ бергеніне әйтеуір. Андай қуанып тұрмыз да, видеоға жүргенде де андай. Түсінесіздер деген ойдан. Сол себепті лайк басып етіп отырыңыздар енді. Ой бір. Нау да оңай болған жоқ енді. Мен бұлай жасайын. Қазір мұнда жаяу бұлай өтетін жол бар. Сол арқылы анау отырған электричканы түсірейін жақыннан. Қалай? Солай кеттік. Бұлай еттейін, ұзақ түсірмей қойын. Мұнда кетіп баратырмын. Ал мұнда электричка кетір. Айтып тұрмын ғой, бұл жерде, бұл жақта, Минскта қала маңы тасымалы өте жақсы дамыған. Мен осыған таң қалдым. Өте керемет. Минсктің айналасында қалалардың барлығы осындай отырып баратын электричка пойыздармен қамтамасыз етілген. Ал мінекей келе жатыр. Минск Полоцк білесем. Европа. Жоқ, Минск Могилев. Минск Могилев. Минсктан Ресейдің шекарасына қарай. Яғни бұл Могилев Ресеймен шекаралас қала бұл. Жалғастырамыз. Мен негізі анау отырған электричканы жақыннан түсіргім келген. Енді тағы да бір электричка қосылды үстіне. Алматыны білеймін, Астана қаласында да негізі осындай қала маңы тасымалы жақсы дамыған. Астананың жанындағы, мысалы, Көкшетау болсын, сондай Қарағанды болсын, сондай Астана маңындағы қала және кішігірім ауылдарды осындай электричкалар байланыстырады. Алматы қаласында бізде Қазыбекке бар, Қапшағайға бар. Сосын Қазыбек деген ұзағаш қой. Сосын тағы Достыққа бар, Алакөлге бар. Алакөлге енді ол мезгіл бойынша ол. Басқа жоқ. Бірақ Алматыдан Қазақстанның кез келген түкпіріне пойыздар бар. Бұл жерде сондай сияқты. Беларусияның кез келген жеріне Минск арқылы бара аласыздар. Мұнда жер асты өткелі бар. Және де мына өткел арқылы сіз
ары қарай жүрсеңіздер, мұнда жазылып тұр, метроға түсе аласыздар. Ал метромен Минсктің кез келген демей ақ қойын, негізгі жерлеріне бара аласыздар. Енді бұл жақтың метросы Алматыдан үлкен, мойындау керек, және Алматыдан бұрын салынған. Алғастырамыз кеттік. Мінекей 80 годов вызволения Беларуси. Дәлірек айтқанда, келесі жылы 2025 жылы ұлы жеңіске, яғни Великий Победы дейді бұларда. Соған 80 жыл екен. Бұйырса 80 жылда бұл жер дүркіретіп төлейін деп отыр екен. Қалда да байқап қалдым, плакаттар өте көп, 80 жылдық деген жазуы бар. Енді бұлардың да тойлайтын жөні бар. Кезінде фашистік басқыншылыққа қарсы ең андай қатты күрескен осы нелердің, ұлттардың бірі осы белорустар. Және зардабында қатты көрген осы белорустар. Ой, кетіп қалды ғаны. Ой, үлгере алмай қалдық, кетіп қалды. Жақынан сүргін кебет. Түсінген бойынша анау ескі поколениедегі электричка пойыздар. Ал мұнау жаңа поколениедегі, түсінген бойынша. Мінекей. Қазір мынау тұрған электричка қала маңына қатынайтын отырып баратын пойыз говорит. Түсінген бойынша бұларды бөлінеді. Эконом және Минск бизнес деп. Өйткені хабарлағанда міне эконом классы деп бір хабарлап отыр, и бизнес классы деп бір хабарлап отыр. Түсінген бойынша. Сонда эконом классы деген бағанағы ескі пойызда, ескі электричкалар отырғандай. Ал бизнес класс деген мына тәтемдер болып тұр ғой, тәтемдер деп түркістанский немен айтып жүрдім, шымкентский немен айтып жүрдім ба? Диалектпен, полигонмен соқтан екен көрініп тұрады ғой енді. Мұнда тағы кеп тұр ғой. Минск, Европа, достар. Бұл жерді бір мен айтып болсын. Мінекей, қараңыздаршы, кәдімгі самолеттің орындықтары шықты, ішіндегі орындықтаршы. Минск, Европа, достар. Бұл жерде барлығы дерлік еуропалық стандарт. Мен Минскқа, яғни Беларусьқа келгенде ойлағам. Бір ескі, бір СССР кезіндегі бір нелер бар шығар, әлі жүрген шығар. СССР ескі ғой деп жүргем. Жоқ, келсем Еуропа ғой, кәдімгідей. Мен айтайын, бұл жақтың темір жолдары Қазақстаннан жалпы озып кеткен деп айтсам болады. Ауыр айтқан емес, енді бірақ соған көзім жетті. Сапасы да, жалпы баға жағынан да, қолайлық жағынан да, тиімділік жағынан да жалпы Қазақстан темір жолынан озып кеткен. Енді қанша дегенмен бұл жақ Европа, оны түсінуге болады. Бұйырса 2030-да бізде де осындай әдемі пойыздар жүреді деген үміттемін. Иншалла. 2030 деген бірақ жап жақын ғой негізі. 2030 деген бір ұзақ көрінетін еді. Қазір жап жақын. Сосын достар Европа деп жатамыз ғой. Бір байқағаным, вокзалдан жүрмін, мысалы, мен қазір жүргеніме бір жарты сағаттың көлемі болып қалды. Бір қоқыс жоқ, вокзалдарында бір қоқыс жоқ. Мінекей. Мен бір шашылып жатқан бір қоқысты мүлдем байқамадым. Бұның өзі бір мәдениеттіліктің бір белгісін көрсетеді белорустардың. Міне, анау тұрғандар эконом класстар. Мына көкемдер бизнес класстар, мынау бизнес класстар. Бұлар енді ішін жаңа көргендей, ішіне кірмедіген сыртынан бұлай көрдік. Орындықтар енді кәдімгі самолеттің орындықтарындай бір тамаша орындықтар екен.
мұнда карта бар екен ғой, мінекей. Маған осы керек қой қарас. Городский линия деген мыналар екен, міне. Мыналар қызылдар. Ау, нелер? Лида, Гродно, Крулевщина полоц дейді. Насып оқышы көрек екен. Достар, түсіндім, мынандай екен. Городский линия деген қаланың маңындағы елді мекендерден жолаушыларды тасымалдап алып келеді екен, мынандай электричкалармен. Ал межрегиональный линия деген ол жалпы Минск облысынан тыс, жалпы Витебск, Брест, Могилев, сондай жерлерден, Барановичи деген жерлерден алып келеді екен. Олар межрегиональный деп аталады екен олар. Ал городский деген қала маңынан, жалпы Минсктің айналасынан алып келетін нелер айтады екен. Енді түсініп отырмын. Енді Беларусь Республикасының жер аумағы Қазақстаннан енді қанша есе кіші, сол себепті бұлардың қалаларда бір-біріне өте жақын. Сол себептен отырып баратын пойызбен, мысалы, 1-2 сағатта сіз Беларусьтің мына бетінде боласыз, мына бетінде боласыз дегендей ғой. Бізден ондай не қиын ғой, мысалы, Астанада Алматының өзінде бір күн жүресіз ғой. Ал бұл жерде қала арасы алыс болмағандықтан осындай отырып баратын экспресс пойыздармен қалаларын өте тиімді байланыстыра алған. Тапқырлық. Тапқырлық дегенде жалпы мен байқайтыным Еуропаның барлық қаласында сондай негіз. Барлық елдерінде бар ондай нәрсе, экспресстер. Беларусьтің енді өзінің бір ерекше экспресстер екен. Мен енді мені нетпеңіздер, дым білмейді екенсің деп, мен күнде Беларусьтегі өтқан жоқпын. Беларусьтегі бірінші рет. Оның үстіне мен қанша күннен бері вокзалда мен үшінші рет болып тұрмын. 2 рет болдым вокзалда, бірақ оның өзінде бір белгілі себептермен келдім. Ал платформа жағын, жалпы вокзалдың құрылымын енді біліп тұрмын мен өзім. Мен сондықтан мені сөкпеңіздер, түсініспен қараңыздар. Қазір енді анда тағы да бір пойыз тұр екен, солар жайлы түсіріп қайтайын. Сосын вокзалдың ана басын түсіретін боламын. Кеттік. Бұлай шыға алмаймыз ба деп бұған? Мынау отырған қазір жаңа көрдік, Түреш деген пойыз, Минск, Витебск деген пойыз екен. Кеттік төмен түсейік, сосын жалғастырамын. Мінекей Минск, Витебск деген пойыз екен. Мұнда жазушы қойды ғой жүр. Ал бағанағы я. Межрегиональный линия. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, межрегиональный деген бөлек екен да. Межгородной деген линия бөлек екен. Анда тағы біреуге жатыр мәссаған. Ал достар, мен туннельге түсіп, арғы бетті бір жүрейін, одан кейін мүмкін блогымызды аяқтарымыз деп ойлап тұрмын. Тым ұзақ блог болып кетті, оның үстіне менің уақытым да шектеулі болып қалды. Бір себептерге байланысты. Егер көбірек контент көргіңіз келсе, менің тиктогыма тіркеліп қойыңыздар. Тикток аккаунтым бар. Дәл осындай аты тренинг деп тұрады. Сол жерде мен вокзалдардан стримдер жасайтын боламын. Қызықты стримдер. Егер көбірек стрим болғанын қаласаңыздар, мені сол жерде қолдап, жаңағыдегі ақшалай болсын, былай сөзбен болсын, моральдық тұрғыдан болсын, мені қолдап отырсаңыздар, мен тоқтамай сүретін боламын. Былай шығайық. Мұнда экскаватор жоқ екен. Выход на платформу дейді. Хоп, 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 хоп. Мына яғы уже қалап кетті. Қалап кетті ғой. Мына жақ қалап кетті ғой, мен ана жерде жүре алмай қалдым ғой. Не болып кетті? Әлде сондай ма? Қазір былай көрейік. Кеттік.
Мұнда бар екен да, бірақ мынандай екен. Мынамен шықсаң, ары шыға алмайды екенсің, міне. Шыға алмайды екенсің. Қазір мына жақтан тағы бір неге өтіп көрейін. Так, Минск Адлер деген пойыз. Жүреді екен қазір. Соны жүріп кеттік. Түсінгенім бойынша, мінекей. Нау неге, мінекей, надан кейін. Мына күту залы арқылы бірінші платформа, екінші, үшінші платформаға өтесіз. Ал қалған екі платформаға жер астымен барады екенсіз. Ал ар жағында ең соңғы платформа бұл жерге жолаушылар түспейді екен. Ол түсіндім. Мынау тұрған пойыз, қазір көрейін. Минск Адлер болу керек. Жоқ. Минск Адлер негізі, бірақ мынау вагон минеральный воды деп тұр. Ол неге? Сұрақ. Қазір көрейік. Мен ренжіп, тағы да айтамын, ренжімеңіздер, мен бұл жердің бағыттарын нелерін қатты білмеймін. Мен жалпы, мен де көбісін сияқты Қазақстаннан шықпағанмын. Сол себепті қателесіп жатсам, кешіріңіздер. Минск. Мінекей, Минск Адлер. Ана екеуі қосымша вагондар екен. Минеральный воды деген Кавказ, қателеспесем. Грузияға жақын жерде. Адлер деген ол Сочи. Минск Адлер. Минсктен Сочиға барады. Құрметті достар, егер де менің арнама жалпы маған айтатын ұсыныстарыңыз болса, пікірге қалдырыңыздар. Енді келесі қай қала екенінде пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздердің қалаларыңызға қолымнан келгенше баруға тырысамын. Осыдан айтайын, 4 жыл бұрын бір оқырманы Минскқа келшіп жазды. Мінекей 4 жылдан кейін, мінекей Алла нәсіп етіп Минскта тұрмын. Сіздер де астыға пікірге қалдыра кетіңіздер. Мүмкін Алла нәсіп етсе, бір айдан кейін, бір аптадан кейін мүмкін айтайын бір күні сіздердің де қалаларыңыздан осылай керемет блог түсіретін боламын. Енді уақыттың аты уақыт, кешірім сұраймын. Бар ынта жігерім салып түсірдім. Бүкіл немді қолым үсіп батса да тоқтаған жоқпын. Сол себепті еңбегімді бағалап қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айдос. Барлықтарыңызға қазір Астықбай қонақ үйіме барып заттарымды жинай берейін. Бір түстен кейін енді аэропортқа жүреміз. Ары қарай Қазақстан. Айтатын еді ғой. Үлкендер болғанда енді шетелге шығатындар да Қазақстанның қадірін түсінесің деп түсініп жатыр. Бірақ мына жақта бөлек екен. Білесің бе, әзірге қалтам тола ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді ай